Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы қозғалысқа берілген есептер. 4-ші сынып, 29-ші сабақ. Бүгінгі сабақта қозғалысқа берілген есептерді шығаруды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Есептерді шығар. Жылдамдықтың формуласын жаз. Әлия велосипедпен 800 метр жолды 4 минутта жүріп өтті. Оның жылдамдығы қандай? Енді есептейміз кәнеки. Сонымен S тең болады 800 метр, уақыты 4 минут, бізге жылдамдығын табу керек. Ол үшін арақашықтықты, яғни бөлеміз уақытқа. 800 метрді 4 минутқа бөлеміз, тең болады 200 метр минутына. Жауабы Әлияның жылдамдығы 200 метр минутына. Тапсырмасына қарайық. Арман 4 сағат ішінде 16 километр жолды жаяу жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен жүрді? Есептейміз, яғни арақашықтықты бөлеміз уақытқа. 16 километр бөлінген 4 сағат тең болады 4 километр сағат. Жауабы Арманның жылдамдығы 4 километр сағат. Келесі, екінші тапсырма. Қандай шамалар белгісіз? Оларды қалай табуға болатынын түсіндір. Енді қарасақ, кесте бойынша бізде жылдамдық, уақыт, арақашықтық берілген. Жылдамдық белгілі, арақашықтық белгілі, уақыт белгісіз. Ендеше арақашықтықты неге бөлеміз? Жылдамдыққа бөлеміз. 180-ді 60-қа бөлеміз, тең болады 3 сағат. Жауабы 3 сағат. Екіншісінде қарайық. Бізге жылдамдық белгісіз. Ендеше арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 140 километр бөлінген 2 сағат, тең болады 70 километр сағат. Және үшінші бізде енді жылдамдық белгілі, уақыт белгілі, арақашықтық белгісіз. Жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 90 километр сағат көбейтеміз 5-ке, тең болады бізде 450. Бұда 450 километр болады. Келесі үшінші тапсырма. Есептерді оқы, қандай формула қолданатынды айт. Спортшының орташа жылдамдығы 18 км сағат. Ол 3 сағат ішінде қанша арақашықтықты жүгіріп өтеді? Ендеше 18-ді 3-ке көбейтеміз. Тең болады 54 км. Спортшы 3 сағатта жүгіріп өтетін арақашықтық 54 км. Келесі. Шаңғышы 3 сағат ішінде 45 километр жүгірді. Ол қандай орташа жылдамдықпен жүгірді? 45-ті 3-ке бөлеміз, тең болады 15 километр сағат. Жауабы шаңғышының орташа жылдамдығы 15 километр сағат. Және Б тапсырмасы. Салт атты 14 километр сағат орташа жылдамдықпен 42 километр жүрді. Ол осы жолды жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсады? Енді 42-ні 14-ке бөлеміз, тең болады 3 сағат. Жауабы салт аттының жолға жұмсаған уақыты 3 сағат. Есіңде сақта. Есеп шығарған кезде жылдамдықты бір өлшем бірліктен екіншісіне өрнектей білу маңызды. Егер жылдамдық километр сағатпен көрсетілсе, онда оны метр минутқа өрнектегенде былай талдау керек. 1 километрде 1000 метр бар, 1 сағатта 60 минут бар. Мысалы, жылдамдық 36 км сағатқа тең болса, онда метр минутпен есептегенде былай болады. 36 км сағат тең болады. 36-ны көбейтеміз 1000-ға, бөлінген 60-қа тең болады 600 метр минутына. Келесі, 4-ші тапсырма. Жылдамдықты көрсетілген өлшем бірлігіне өрнектеп, 5-ші тапсырмадағы есептерді шығар. 6 км сағат тең болады 100 метр минутына. Яғни 6-ны көбейттік 1000-ға, оны бөлеміз 60-қа, тең болады 100 метр минут. Екіншісін қарайық. 30 метр минутты метр секундқа айналдыру керек. 30 метр минут тең болады 2-ден 1 метр секунд. Яғни 30 метрді біз бөлеміз 60-қа. Сондықтан да 2-ден 1 метр секунд болады. 5-ші тапсырма. Есептерді шығар. Арман 6 км сағат жылдамдықпен қозғалды.
30 минут ішінде ол қанша метр жол жүреді? Ол үшін бірінші біз не істейміз? Айналдырып аламыз. 6 км сағат дегеніміз, ол бізде 100 метр минутына. Енді бізге не дейді? 30 минут ішінде ол қанша метр жол жүреді? Ендеше 30 минутты көбейтеміз 100 метр минутқа. Тем болады 3000 метр. Жауабы 30 минут ішінде Арман 3000 метр жол жүреді. 5-ші тапсырманың әсі. Араның орташа ұшу жылдамдығы 30 метр минут. 20 секунд ішінде ол қанша метр жерді ұшып өтеді? Енді бірінші біз сіздермен айналдырып аламыз. Ол үшін не істейміз? 30 метр минутты біз сіздермен метр секундқа айналдырамыз. 30 метр бөлінген 60 секунд тем болады 2-ден 1 метр секунд. Енді біз сіздермен 20 секунд ішінде ол қанша метр жерді ұшып өткенін табамыз. Ол үшін 20 секундты көбейтеміз 2-ден 1 метр секундқа. Тем болады 10 метр. Жауабы ара 10 метр жерді ұшып өтеді. Келесі 6-шы тапсырма. Есепте және тексер. Яғни берілген өрнектердің мәндерін табамыз. 20.002 көбейтілген 3-тен болады 60.006. 30.303 көбейтілген 3-тен болады 90.909. 20.202 көбейтеміз 3-тен болады 60.606. 40.404 көбейтілген 4-тен болады 161.616. 18.009 бөлінген 3-тен болады 6003. 90.018 бөлінген 3-тен болады 30.006. 18.009 бөлінген 9-тен болады 2001. Және 90.018 бөлінген 9-тен болады 10.002. 7-ші тапсырма. Есепті шығар. Сұрағын өзгертіп, алынған есепті шығар. Үйден стадионға дейінгі арақашықтық 2 км 125 метр. Ал мектепке дейінгі арақашықтық одан 5 есе кем. Үйден мектепке дейінгі жол стадионға дейінгі жолға қарағанда қаншалықты қысқа? Ендеше мектепке дейінгі арақашықтықты тауып алайық. Ол үшін 5 есе кем деп тұр, бөлеміз. 2125 бөлінген 5 тем болады 425 метр. Бұл мектепке дейінгі арақашықтық. Енді үйден мектепке дейінгі жол стадионға дейінгі жолға қарағанда қаншалықты қысқа? Ендеше 2125-тен азайтамыз 425-ті. Тем болады 1700. Жауабы үйден мектепке дейінгі жол стадионға дейінгі жолға қарағанда 1700 метр немесе 1 км 700 метр қысқа. 8-ші тапсырма. Әлия бір сан ойлады. Оны 9 есе арттырып, содан соң 35-ке кемітті. Одан шыққан нәтижені 4 есе кемітіп, 38-ді қосқанда 63 шықты. Әлия қандай сан ойлады? Енді ол үшін біз сіздермен не істейміз? Теңдеу құрастырамыз. Қараңыздар. X көбейтілген 9, азайтылған 35, бөлінген 4, қосылған 38, тем болады 63. X көбейтілген 9, азайтылған 35, бөлінген 4, тем болады 63-тен 38 азайтамыз. X көбейтілген 9, азайтылған 35, бөлінген 4, тем болады 25. X көбейтілген 9, азайтылған 35, тем болады 25-тің 4-ке көбейтіндісі. X көбейтілген 9, азайтылған 35, тем болады 100. X көбейтілген 9, тем болады 100-дің 35-ке қосындысы. X көбейтілген 9 тем болады 135. X тем болады 135-тің 9-ға бөліндісі. X тем болады 15. Сонда Әлия бізде қандай сан ойлады? 15 деген сан ойлаған екен. Келесі 9-шы тапсырма. Арман, Марат, Болат, Серғазы және Димаш бәрі эстафетаға қатысу үшін бір қатарға тұрды. Арман эстафетада Мараттан бұрын, бірақ Димаштан кейін жүгіреді. Болат пен Димаш қатар тұрған жоқ. Серғазы Димаштың да, Арманның да жанында тұрған жоқ. Кім кімнен кейін тұр? Балалардың есімін ата. Енді қарайық, шамамен былай талдауға болады. Арман эстафетада Мараттан бұрын, бірақ Димаштан кейін жүгіретіндіктен былай орналасады. Яғни бірінші Димаш, Арман, одан кейін Марат. Енді Серғазы Димаштың да, Арманның да жанында тұрған жоқ. Ендеше ол кімнің қасында тұр? Мараттың қасында тұр. Ары қарай Болатпен де, Димашпен де, Серғазымен де қатар тұрған жоқ дейді.
оны тек Арман мен Мараттың ортасына ғана қою керек. Сонда балалар қалай тұрады? Сонда кім тұрады бірінші? Димаш, Арман, Марат, Болат, Серғазы. Және соңғы тапсырма бізде үй тапсырмасы. Берілген мәліметтер бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бізге жүру жылдамдығы, уақыт, арақашықтық берілген. Енді біріншісінде шаңғышында жүру жылдамдығы 18 км/сағат, уақыты белгісіз, арақашықтығы 36 км. Ендеше уақытты табу үшін арақашықтықты жүру жылдамдығына бөлеміз. 36 км бөлінген 18 км/сағат тең болады 2 сағат. Сонда шаңғышының жүрген уақыты 2 сағат. Келесі велосипедшінікін көрейік. 24 км/сағат жүру жылына, уақыты 3 сағат. Яғни арақашықтығын табу керек. Ол үшін 24-ті біз көбейтеміз 3-ке, тең болады 72 км. Енді оқушылар мына жерде бірінші қарайық. 18 км/сағат деп тұр. Бізде неше минут берілген. Ендеше біз бірінші сіздермен метр минутқа айналдыруымыз керекпіз. Ол үшін 18-ді бөлеміз. Біз білеміз, 1 сағатта 60 минут бар екен. 60-қа ендеше қанша болады? 18 км деген метр минутқа айналдырсақ 18 мың болады. 18 мыңды бөлеміз 60-қа, сонда 300 метр минутына болады. Түсінікті ғой? 300 метр минутына. 300 метр минутына. Жазып отырайық бәрімізде. 300 метр минутына. Енді минуттың уақытын табу керек қой. Ол үшін біз не істейміз? 36 километрді метрға айналдырамыз. Ол бізде 36 мың. Сонда 36 мыңды бөлеміз 300-ге. Бізде болады 120 минут. Сонда мына жерде бізде 120 минут болады. Түсінікті, немесе оны біз сіздермен 2 сағат деп те айта аламыз. 2 сағат дегеніміз 120 минут. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.